Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бұл видеода сіздерге өте маңызды ақпарат туралы айтатын боламын. Ең алдымен менің арнама жазылып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Бұл видеода сіздерге балаңыздың 18 жасқа дейінгі толғанша алатын ақшасын қайдан және қалай көруге болады, сол туралы айтатын боламын. Ең алдымен kids.npf.kz сайтына кіріп, балаңыздың иінін енгізу арқылы осы сайттан көруіңізге болады. Ал екінші жолы, өте оңай жолы, өзіңіздің қолыңыздағы телефоныңыз арқылы Каспи қосымшасына кіресіз. Сол жерден госуслуги бөліміне кіресіз. Госуслуги бөлімінен цифровые документы деген бөлімге кіріп, осы бөлімнен де көруіңізге болады. Цифровые документы бөліміндегі төменгі бөлігіне қарай түсіп, обновить список документов деп бассаңыздар, осы жерден сіздерге начисление из национального фонда деп осындай ақпаратты шығарып беретін болады. Яғни сіз бұл ақпараттан өзіңіздің балаңыздың аты жөні, иіні, туылған күні барлығы тұрады, және де мемлекеттік фондтан сіздің балаңызға қанша теңге түскенін нақты көре аласыз.